Еркін және грек-рим күресі. Бұл спорт түрінің дүрілдеген де құлдыраған да дәуірлері болды. Былтыр еліміз өз тарихында алғаш рет күрес түрлерінен әлем чемпионатын қабылдады. Төрткүл дүниенің палуандары Нұр-Сұлтан қаласында бас қосты. Жалпы Қазақстанда грек-рим күресі 20 ғасырдың екінші жартысынан бастап дами бастады. Ал еркін күрестен республикалық чемпионат 1951 жылдан бастап өткізіліп келеді. Сәлем достар, алдымызда әлемдік деңгейдегі дүбірлі дода Токиода өтетін жазғы олимпиада ойындары күтіп тұр. Бұл сайысқа еліміздегі ең таңдаулы спортшылардың да қосатыны белгілі. Алайда Шығыс Қазақстан облысының қосар үлесі қандай болмақ? Осы мәселені анықтау үшін жекпе-жек сарайына келіп тұрмыз. Күрестің бұл түрінен бір ғана олимпиада алтынның қоржынға салған Қазақстанда осындай сәт екінші мәрте қайталанады ма? Бұл жайында мамандардан сұрап білейік. Болашақ чемпиондар жайында сөз қозғамас бұрын өткенге көз жүгіртіп, грек-рим күресі бойынша ең үздік қазақ палуандарын еске алайық. Қажымұқан Мұңайтпасұлы, әйгілі қазақ палуаны, классикалық күрестің майталманы, грек-рим және еркін күрестен дүниежүзінің бірнеше дүркін жеңімпазы. Жақсылық Үшкемпіров, алтын алқа иеленген Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы. Шәміл Серіков, әлемнің 2 дүркін жеңімпазы. 1980 жылғы грек-рим күресінен Мәскеу олимпиадасының чемпионы. Күрес майталманы 1 минутта арқадан асыра лақтыру деген жаттығуды 6 рет жасап, Гиннестің рекордтар кітабына енді. Дәулет Тұрлыханов, грек-рим күресінен дүниежүзі чемпионы. Сондай-ақ 1998 жылы қоржынға алтын салған Бахтияр Байсейітов әлем чемпионы. Соңғы рет аталмыш спорт түрінен 20 жылдан аса уақыт бұрын топ жарыппыз. Ол жаңағы Бахтияр Байсейітовтің алған алтыны. Содан бері алтын жүлде болған емес. Күміс бар, қола бар, бірақ дәл осы бас жүлдеге келгенде жолымыз болмай жүр. Еркін күрестен қаншама уақыттан кейін биыл Нью-Делиде өткен Азия чемпионатында алғашқы алтынды Данияр Қайсанов жеңіп алды. Енді бізді алаңдататын сұрақтардың жауабын мамандардан сұрап көрелік. Спортшылар андай қазақша айтқанда суеверен адамдар ғой. Бәріне сеніп жүре береміз да, андай оптимист адамбыз да. Біреу шығып қалады ғой деп жұмыс істей береміз, әрекет жасай береміз. Енді ар жағын енді кілем көрсетеді. Біз тек қана спортшы дайындамаймыз. Ең бірінші мақсатымыз, біз кезінде менің жаттықтырушым Куропаткин кісі адам тәрбиелеңдер, адамды дайындаңдар деген. Мысалы өзіңіз бағана басында болған сияқты көрдіңіз, біз тек қана кілемдегі адамды ғана емес, жалпы өмірге адам дайындаймыз. 20 жылдан аса уақыт бойы алтын болған жоқ қоржынымызда. Сол не себепті деп ойлайсыз? Біздің палуандарға неге мүмкіндік болмай жатыр? Енді мен ол қазір себепті айтсам, маған талай адам ренжуі мүмкін. Негізгі себебім, мен өз ойым, мына тек қана спортта емес, жалпы қазақ халқында әлі патриоттық сезім деген, қазақ елі, қазақ жері деген әлі қалыптаспаған сияқты жүрегінде. Спортшы бір жақсы спортшы шығып жатса, біз сөзбен айтамыз да, спортшы шықса екен деп. Ал спортшы шыққаннан кейін, ол ана жақта қазақ бірін-бірін басқа қазақ шықса екен деп. Жақсы емес, айтып менікі шықса деген әлі патриоттық сезімнің сезімі әлі көбінде жоқ та. Жазда өтетін олимпиада дайындығына Әзірбайжаннан шақырылған бапкер де атсалысуда. Оның айтуынша қазақ палуандарының жеңіске жету мүмкіндіктері мол. Шығыс Қазақстан облысында 3 жылға жуық уақыт жұмыс істеп келемін. Және бұл балалар біздің көз алдымызда өсіп келеді деп айтуға болады. Бүгінде ең жақсы нәтижелерді біздің облыс көрсетіп отыр. Данияр Қайсанов қазіргі уақытта шығыстың бетке ұстар палуаны. Олимпиада ойындарының нәтижесін болжау қиын. Дәл сол күні қай спортшы өзін жақсы сезінеді, сол чемпион атанады. Тағы бір айта кететіні, әлем чемпионатына келетін палуандардың қатарында қазақ палуандары жиі кездеседі. Әдетте кейбір спорт түрлерінде легионерлер көп дейміз ғой. Ал күресте керісінше. Біздегі бұқаралық сипат пен бәсекелестік деңгейдің жоғарылығы сонша, қазақстандық палуандар шетелге кетіп, солардың атынан шығады. Мұның себебін де сұрадық. Басқа елдің атынан не себеп? Кезінде тренерский ошибка ғой. Жүйріп алғанбыз. Біз көп балалармен кейбір главный тренерлер өзінің интересімен балдарымызды отборды жөнді жасамайды. Біздің балдар көбінесе ренжіп қалып,
кетіп қалатын шығар. Жақында өткен Қазақстан чемпионатында шығыс қазақстандық жас спортшылар жүлделі орындармен оралған еді. 5 қола, 1 күміс және 1 алтын медаль. Еркін күрестен Қазақстан чемпион атанған Досжан Асетовтан сайыстағы әсері мен болашақ жоспары жайында сұрадық. Бұл жеңісіме мен ең біріншіден өзім ағайларыма үлкен алғыс айтқым келеді. Атап өтсем Мұқашев Асқар және Омаров Ернар және де барша көмектескен ағайларға. Ощущение өте бөлек, сөзден айтып жеткізе алмаймын. Жиі қолданатын тактикаларың қандай? Мен өзім аяққа өтпеймін негізі былай. 4 балдық әдістер істеген өзіме ұнайды. Бұйырса Азия, Олимпиада, әлем чемпионаттарында еліміздің көк байрағын желбірету. Сонымен, біздің палуандарға Олимпиада ойындарында намысқа тырысу қажет. Өйткені әлем чемпионы шықпағанына 20 жылдан асты десек, Олимпиада чемпионын шығармағанымызға 40 жылға жуықтапты. Тәуелсіз Қазақстан тарихында күрестен әлем шыңын бағындырғандар болмаған. Әлі күнге дейін 80-ші жылдағы Жақсылық Үшкемпіровтың жетістігін алға тартамыз. Сондықтан спортшыларымыз етек жеңін жинап, алдағы ойында топ жарады деп үміттенеміз.